Сәлем достар, сіздерге нәзік әрі жұмсақ құймақ рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Төменде құрамын көрсетіп кетемін. Алдымен ыдысымызға сүт, жұмыртқа, қасықтың ұшымен тұз, жарты қасық ас содасын саламыз. Мен құймақтың тәтті болғанын қалаймын. Сондықтан 4 ас қасы салдым. Сіздер азырақ салсаңыздар болады. Содан соң 3 қасық сұйық құямыз. Артынан ұн салып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап араластырып болған соң, соңында қайнап тұрған ыстық су құямыз. Сонда тесігімен ажурный болады. Ожаумен араластырғанда дәл видеодағыдай консистенция шығу керек. Енді қызып тұрған табамызға жұқа қылып құямыз. Орташа отта пісіреміз. Бір жағы піскен соң лопаткамен аударып, екінші жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Құймақтардың арасын міндетті түрде сары маймен жағып отырамыз. Құймақ одан әрі нәзік болып шығады. Қалғандарын дәл солай пісіріп аламыз. Соңында осындай құймақтарымыз дайын болды. Өте нәзік, өте жұмсақ. Осы рецептпен жасап, үй ішін қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.